Құрметті көрермендер, баршаңызға сәлем. Бүгін менің көлігім трассада жүйткіп келе жатып, жүрісінен жаңылып сыр бере бастады. бір сөзбен айтқанда, сағатына 80 шақырым жылдамдықпен жүйткіп келе жатқанмын. бір кезде көлік жылдамдығын өздігінен азайта бастады. Газ педалін бассам, оған көнер емес. Еріксіз беріс қорабының сатысын үшке түсірдім. Ол кезде де көлік сүріне берді. Газ педаліне бағынбады. Сөйтіп көлікті тоқтатуға мәжбүр болдым. Жанармай таусылып қалған шығар деп ойладым, бірақ көлікті оталдырсам, оталып тұр. Газ педалін бассам, тахометр қажетті айналым шамасын көрсетіп тұр. 3000-4000 айналымға еркін жетіп тұрды. Түсінбедім. Беріс қорабын бірге салсам, көлік орнынан ырғи қозғалды. Газ педалін басыңқырап барып, беріс қорабын екіге салдым. Көлік белсенді қозғалып келеді. Көлік жылдамдығын сағатына 40 шақырымға жеткізіп барып, беріс қорабын 3-ке өзгерттім. Көлік қайтадан жүрісінен жаңыла бастады. Не болғанын түсіне алмадым. Жетер жеріме дейін 8 шақырымдай жерді беріс қорабының екінші сатысымен сағатына 35 шақырым жылдамдықпен, жалпақ тілмен айтқанда, ешек аяңмен үйге келіп жеттім. Көлік капотын ашып, көлікті жүрісінен жаңылдырған қателікті іздей бастадым. Бірінші кезекте трамблердағы жоғары кернеулі желілерді жеке-жеке тексеріп көрдім. Яғни артық жүрген бір светчаны желілердің басына кигізіп, екінші адамның көмегімен кілтті аштыртып, желілердің жағдайын тексеріп шықтым. Осылайша жоғары кернеулі 5 желіден ешқандай ақау таба алмадым. Келесі кезек светчаларды жеке-жеке ағытып алып, олардың жағдайын тексере бастадым. Менің жағдайымда осыдан бір ай бұрын қыс мезгіліне көлікті дайындау кезінде 4 светчаны жаңасына ауыстырған болатынмын. Бірінші светчаның жағдайы өте жақсы, 2 де сондай, 3 де сондай. 4-ші светчаны ағытпай тұрып, менің ойым басқаға кетті. Егер қазір 4-ші светчаның жағдайы да өте жақсы болса, онда мәселе қиындай түседі. Ондай жағдайда 3-ші кезек поршындардың жеке-жеке қысымын тексеру керек деген сөз. Ойым сан-саққа бөлінді. Бір поршында қажетті қысымды ұстай алмайтын болса, ол дегеніңіз қозғалтқышты ашуға дейін апаратын үлкен жұмыс. Ал қыс мезгілінде ондай жұмысты атқаруға ешкімнің де шабыты келмесі анық. Осылай ойдан ойға секіріп тұрып 4-ші светчаны ағытып қарасам, мінекей, светчаның жағдайы. Алланың қалауымен мәселенің оңай шешілгеніне қуанып кеттім. Артық жүрген светчаны 4-ші цилиндрге орналастырып, көлікті оталдырып трассаға шығарып сынап келдім. Көлік жүрісі өз қалпына түсті. Құрметті көрермендер, осылайша мен сіздермен өз білгенімді бөлістім. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше күн жақсы.